Лавашты күнжітке аунатып, осындай ерекше дәмді, әдемі көрінетін порционный салатты дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен лавашты аламыз да ортасынан бөліп, трубка пішініне келтіріп алатын боламыз. Осылай трубочканың жиегін зубочистканың көмегімен бекітіп аламыз. Оның сыртына жұмыртқаны жағып, күнжітке аунатамыз. Мен қара күнжітке аунаттым. Сіздер ақ күнжітпен араластырып жасасаңыздар да болады. Сосын қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша қойып алатын боламыз. Енді осының ішіне салатты дайындаймыз. Ол үшін қайнатылған картопты, сәбізді, жұмыртқаны және тұздалған қиярды осылай көбіктеп турап, ыдысымызға салып, майонезімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз дайын бізде. Енді трубочкадан зубочистканы алуды ұмытпаймыз. Соның арасына қойып салатымызды, бетіне жүгеріні аунатып аламыз да, жиектеріне майонезді жағып. Мен укропты жақтым жиегіне. Сіздер кез келген шөпті қоссаңыздар да болады сәндік үшін. Осындай әдемі көрінетін салатымыз дайын. Өте дәмді, хрустящий, әдем болып шықты. Дастарханға қойсаңыз, бәрі желініп кететін салаттардың бірі. Жасап көріңіздер, міндетті түрде ас болсын.